Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен эскимо тортын дайындайтын боламыз. Көптеген рецепттармен бөлісетін боламын. Жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. 4 жұмыртқаны сарысын бөлек, ағын бөлек алып аламыз. Сарысын қолмен айналдырам. Миксерге қантты теңдей 2-ге бөліп саламыз. Айналып жатқан кезінде. Примерно на глаз дейміз. Көпіртіп алған сарысына, жұмыртқаның сарысына ақырын суды құямыз, 100 грамм су. Оны венчикпен емес, қасықпен айналдыра саламыз. Мынандай қылып көпіру керек біздің жұмыртқаның ағы. Көпіргеннен кейін үстіне оны сарысын салатын боламыз. Сарысын лопатамен саламыз. Ақырындап араластырып қозғап отырамыз. Азыздан құйып қозғап отырамыз. Постепенно. Біз араластырып алдық. Енді үстіне ұн мен разрыхлитель и какао через сито істейміз. Себебі ұн мен какао түйір-түйір болып қалмау үшін ішінде. Барлығы через сито осылай өткізіп аламыз. Қостық үстіне енді лопатамен ақырын араластырып аламыз. Бір бағытта қозғап араластырамыз. Себебі отырып қалмау керек. Бисквитіміз. Пока бұл бисквитті дайындап жатқан уақытта пешті, духовканы қыздырып қоямыз. 180 градусқа. Мынандай астына пергамент бумага істеп арқасын қайып қойдым. Енді осыған салатын боламыз. Барлығын бірден сала береміз. Ісіп тұр. Мынандай сковородкаға кремді дайындаймыз. Крем заварной. Толстый, асты қалың болу керек. Кастрюльға немесе асты жұқа нәрсеге дайындауға болмайды. Сосын жұмыртқа. Оны көпіртіп аламыз. Кең болғаннан кейін тез дайындалады сковородкада. Және удобно. Торт простой рецептпен дайындалатын, өте дәмді торт. Оның үстіне қант қосамыз. Және сгущенка қосамыз. Жарты стаканнан барлығы. Және сүт қосамыз. Барлығын араластырып, газдың үстіне қоямыз, ақырын отта. Отта ақырын қайнатамыз. Көп қайнамау керек, кішкене қойып алған кезде, түйіршіктер шыққан кезде ала саламыз. Ванилин и сосын кішкене ұн саламыз, 3 қасық. Крем заварной. Осы крем суығаннан кейін барып сливочный маймен, сармаймен араластырамыз. Ванилин саламыз. Және ұн. Енді қайнатамыз ақырын отта. Кремнің қоюлығы осындай болу керек. Әлі ыстық бу шығып тұр. Бұл суымай жатып, бетіне пленка кигізіп алып қоямыз. Пищевая пленка кигізсеңіз де болады, немесе мынандай пленка кигізсеңіз де болады. Осылай тақап ауа кірмесін арасына. Осылай тұрып суы керек. Салқын болып тұру керек. Сосын барып сармаймен араластырып крем жасаймыз. Миксерге майда салып айналдырамыз. Май комнаталық температурада болу керек. Айналдырып аламыз. Толықтай суыған кремді бір қасықтап айналып жатқан майдың үстіне ақырындап саламыз.
Пісіп шыққан бисквитті суды енді айналасын кесіп, өткір пышақпен кесіп аламыз айналасын. Сосын алатын аламыз. Воздушный болып піскен. Енді осы бисквитті астындағысын алмай пергаментпен тұра береді. Теңде екіге бөлеміз. Теңде екіге бөліп алдық. Мынау пергаментте тұра береді. Мынаны астына қоямыз. Бет жағын астына қойып тортты жинаймыз. Осындай пергаментті айналасына қойып алдым. Енді пропиткаға мінекей сүтке 2 қасық не қостым. Сахарный пудра. Сахарный пудрамен сүтті араластырып пропитка істесеңіздер болады. Егер мына бисквиттің өзі сулау болады десеңіздер, ол өзі сочный бисквит. Просто детский праздник болғаннан кейін оны кішкене жұмсақтау қылып істеп жатырмын. Одан да қатты жұмсақтау қылып. Сіздер олай істемесеңіздер де болады. Арасына қалағанша жеміс салсаңыздар да болады. Клубника, банан. Кремнің үстіне кесілген бисквиттің екіншісінде қоямыз. Торт дайын болды, қойдық. Енді таңертеңге дейін. Мінекей қыздар, тортқа глазур жасайтын боламыз бетіне. Қаймақпен жасайтын болсақ, оның беті әдемі болып тұрады. Сол үшін қаймақпен жасаймыз. Сүтпен емес, қаймақпен. Сары майдың үстіне 3 қасық қаймақ құямыз, саламыз. 3 қасық. Сосын 3 қасық қант. Сосын оның үстіне 3 қасық какао саламыз. Сосын бұның бәрін қайнатып алып, торттың бетіне себеміз. Жағамыз, то есть. Айналасына құямыз, ағызып. 3 қасық. Неге қызыр? Осылай айналасы. Енді үстінен жаңағы ерген глазурымызды себеміз. Крем дәмі күшті екен, кішкене дәмі көрдім, тамаша. Айналасына табақ қойып алдым, чтобы ағып кетпеу үшін. Енді мынау глазурымыз, неге осылай еріді. Енді осыны құйып шығамыз айналасына. Бетіне құямыз, айналасына ағады. Торттың бетін қалағанша әрлесеңіздер болады. Қаласаңыздар жеміс жидекпен, мен орео печеньесімен әрлеп жатырмын. Торттың дәмі керемет, өте жұмсақ, нәзік болады. Бісміллә деп кесеміз. Тортымыз дайын.